Саламатсыздар ма менің тыңдармандарым? Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз түнгі үнсіздік. Бұл әңгіме өздерінің өткендегі қараңғы құпиялары мен қателіктері үшін жауап беру керек болған адамдар туралы. Бизнесмен Арман Әлиевтің қазасы қарапайым өлім емес, оның өткен өміріндегі көпшілікке белгісіз оқиғаларының салдары. Детектив Лаура бұл жұмбақ істі шешу үшін тереңірек тергеу жүргізеді, бірақ артында ешкімге хабарсыз өткен оқиғалар мен қателіктердің әсері жатыр. Бұл әңгіме адам өткенін, қателіктерін және олардың болашаққа қалай әсер ететіндігін түсінуге арналған. Түнгі үнсіздік. Қараңғы түн. Қаланың шетінде орналасқан үлкен ескі үйде бір түрлі тыныштық орнаған. Бұл үй бірнеше жыл бойы бос тұрғанымен, соңғы айда жаңа тұрғындар көшіп келген еді. Жаңа қоныс иесі белгілі бизнесмен Арман Әлиев, оның жетістігі мен байлығы туралы қауесет көп еді. Бірақ Арманның өткен өмірі жайлы ешкім нақты ештеңе білмейтін. Бір күні таңертең Арманның денесі үйдің қонақ бөлмесінде табылды. Полицейлердің анықтауынша, ол түнгі сағат 3 шамасында өлтірілген. Денесінің жанында бірде-бір қару немесе күрес ізі болмаған. Бірақ бөлменің еденінде белгісіз бір адамның аяқ киімінің ізі қалған. Бұл істі тергеуге жас, бірақ өте мықты детектив Лаура тағайындалды. Ол өзінің мұқияттылығымен және кез келген жұмбақ істі шешу қабілетімен танымал болатын. Лаура бұл істі қарапайым ұрлық немесе кек алу деп санамады. Оның түйсігі бұл қылмыстың артында әлдеқайда үлкен құпия бар екенін сездірді. Лаура ең алдымен үйдің барлық бөлмесін тексерді. Ескі үй болғанымен ішінде заманауи жиһаздар, қымбат картиналар мен антиквариат заттар көп еді. Бірақ Лаураның назарын бір бөлмедегі қабырғаға ілінген үлкен ескі сурет аудартты. Суретте бейнеленген адамдардың бірі Арманның жас кезіне ұқсас еді. Оның жанында белгісіз әйел мен кішкентай бала тұрды. Бұл кімдер екен деп ойланып қалды Лаура. Келесі күні ол Арманның көмекшісі Айнұрды тергеуге шақырды. Айнұр ұзақ жылдар бойы Арманмен бірге жұмыс істеген, бірақ оның жеке өмірі жайлы көп білмейтінін айтты. Арман мырза өте жұмбақ адам еді. Ол өзінің өткенін ешқашан айтпайтын, бірақ соңғы айларда бір түрлі алаңдаулы болып жүрді. Кейде кешкі уақытта белгісіз нөмерден қоңырау келетін. Және ол қоңыраудан кейін әрдайым мазасызданатын, деді Айнұр. Лаура Арманның телефонын тексеріп, сол қоңыраулардың біреуі нақты кімнен келгенін анықтады. Бұл нөмер Арманның бұрынғы серіктесі Тимурға тиесілі болып шықты. Тимур Арманмен бірнеше жыл бұрын бірге бизнес ашқан, бірақ кейін екеуі жанжалдасып, жолдары екіге бөлінген. Тимур полицияға шақырылғанда өзінің кінәсіз екенін айтып, барлығын жоққа шығарды. Арман екеуіміз жанжалдасқанымыз рас, бірақ оны өлтіру үшін себеп жоқ. Ол маған өткен айда өзі хабарлашып, кешірім сұрады. Тіпті оның соңғы кездері біреуден қатты қорқып жүргенін айтты, деді Тимур. Лаура бұл оқиғадан кейін Арманның өміріндегі тағы бір жұмбақты ашты. Оның құпиясынан хабары бар адам суреттегі әйел болуы мүмкін деген ойға келді. Лаура суреттегі әйелдің кім екенін анықтау үшін ескі таныстар мен мұрағаттарды іздестірді. Ақыры ол әйелдің есімі Гүлмира екенін, жаңа Арманның бұрынғы әйелі болғанын білді. Гүлмира Арманмен көп жыл бұрын ажырасып кеткен және ұлын тәрбиелеп өсірген. Бірақ ұлының қайтыс болғаны туралы да
дерек бар еді. Гүлмираны тапқан кезде ол Лаураның сұрақтарына сабырмен жауап берді. Я, біз бір кездері отбасы болдық. Бірақ ол біздің өмірімізден кеткеннен кейін мен үшін ол адам жоқ еді. Менің ұлым қайтыс болғаннан кейін Арманға деген барлық өкпемді кешірдім, деді ол. Лаураның тергеуі жалғаса берді. Ол едендегі аяқ киім ізін зерттей отырып, оның Арманның қазіргі жұмысшыларынан біріне тиесілі екенін анықтады. Бұл оның жеке жүргізушісі Рауан еді. Рауан полицияға жеткізілгенде ол барлығын мойындады. Оның айтуынша Арман өткенде оған бір құпиясын айтқан. Ол құпия Арманның жас кезінде өз серіктесін алдап, үлкен қаржыны ұрлап алған еді. Сол серіктестің отбасынан біреуі бұл қылмысты кешірмей, Арманды өлтіруді жоспарлаған. Рауан өзін осы істің құрбаны ретінде сезінді. Біреулер оны қорқытып, Арманның үйіне түнде кіруге мәжбүрлеген. Бірақ ол тек ескі құжаттарды алуға барғанын айтып ақталды. Лаура бұл істің барлығын ашып, басты кінәлілерді тапты. Бұл оқиға Арманның өткендегі қателіктерінің салдары екенін дәлелдеді. Ол өз ісі үшін өмірімен жауап берді. Лаура үшін бұл іс адамдардың өткені ешқашан жоғалмайтынын және өз әрекеттеріне жауапкершілік алуды үйрететін сабақ болды.